Ақын, журналист, аудармашы Жарасбай Нұрқанов 1937 жылы 22 наурызда солтүстік Қазақстан облысы Шал Ақын ауданы Көктерек ауылында дүниеге келген. Ленин атындағы орта мектепті алтын медальге бітіріп, Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. 1960 жылы университетті аяқтағаннан кейін еңбек жолын туған мектебінде қазақ тілі мұғалімі болып бастайды. Ол мектепте жұмыс істеп жүріп, облыстық және республикалық газеттерге өзінің лирикалық өлеңдерін жариялады. Ол әр жылдары Алтын десте, Арманым менің, Нұрлы терезе, Көкжиек және тағы басқа 10-ға жуық өлеңдер мен поэмалар жинағын басып шығарды. Автор жинақтарына туған табиғатты, оның бірегей сұлулығы, ауыл еңбеккерлері, махаббат, халықтар достығы, жалынды жастық, кең дала байлығы, қаланың көркемдігі, тың еңбеккерлерінің ерліктері туралы өлеңдерін енгізді. Ақынның туған аймақ Аққудың көгілдірі, Айлы кеште, Есіме алсам ауылымды, Қандай тамаша, Жан бабам және басқаларына ән жазылып, халық арасында орындалуда. Жарасбай Нұрқанов Қазақстанның және КСРО жазушылары мен журналистері одағының мүшесі. Жарасбай Нұрқановтың шығармашылығы әртүрлі жанрларда ұсынылған. Ол очерктерден және суреттелуден басталған. Аналарға арналған көптеген әңгімелер, повестер, өлеңдер жазды. Ақын, жазушы, публицист 74 жасында өмірден озды.